Сәлем баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін хит болып жатқан мынадай сияқты тағы да байламсыз орамалдар бар, түрлі қазіргі хит болып жатқан орамалдарды мата алмай-ақ шығынсыз тігуді үйрететін боламын. Егер менің жаңағыдай қандай орамалдар тіккенім қызық болса, менің каналыма жазылып қоңырау белгісін басып қойды ұмыт. Енді осы орамалдардың ішінен мына орамалды таңдап отырмын бірінші. Енді осы орамалдан хит орамалдың түрін тігетін боламын. Міне өте әдемі былай қарағанда, бірақ тағуға ыңғайсыз. Шашымыздан жаңағыдай алаңсыз қайта байлап отыруды талап етеді. Сондықтан мен кие салатындай жеңіл чурбан тігетін боламын. Видеода айтқандай, орамалдардан біртінділеп хит чурбанды тігетін боламын. Менің ең бірінші таңдаған орамалым осы. Біз осы орамалдан ажар чурбанын тігетін боламыз. Яғни нарда біз мынандай элементтерін қондыра отырып, мынау жаңағыдай кәдімгі ажар чурбанын негізі стандартқа тігіп жүрген, бірақ мен стандартқа сәйкес келмейді басым. Сондықтан мынау 2 сантиметрге қысқартылған түрі. Соны қойып біз астарсыз ажар чурбанын тігетін боламыз. Мына жерде оверлокты анып, ішке қарай қайылу керек, сондықтан шамалы аламыз. Міне 2 сантиметрдей. Мияқтан да 2 сантиметрдей етіп алатын боламыз. Міне осы арадан келгенше қысқартып аламын қазір. Мынандай узорларын құртпай, мына ортасынан бастап тесік жасап қырқып аламын. Міне осылайынан әдемілеп қырқып алатын боламыз. Мынандай тастарға келгенде шамалы абайлап қырқу керек болып тұр. Астыңғы жақтары жолжып кетпес үшін мен әуелі сызып алуым керек екен. Барынша өлшем бойынша не қылып алдым, жаңағыдай белгілеп алдым, енді жайлап қырқып алатын боламыз сол бойынша. Міне негізгі бөлікті қырқып алдым, енді тағы бір бөлік керек, артқы бөлігі. Оны да дәл сондай етіп өлшеп аламын. Оны мына жерден қырқып алатын боламын. Әдемілеп жатқызып аламыз. Одан кейін үстінен қойып тағы. Осылай сызып алдым, енді осыны қырқып шығамын. Егер сіздерге осы ажар чурбанының өлшемі қажет болса, менде каналымда бар ажар чурбаны 2 видео бар, соны көрсеңіздер болады. Сол жерде қандай өлшем алғаны бәрі көрініп тұр. Міне бізде 2 бөлігіміз дайын болды. Енді не істейміз біз? Енді біз оны мына жағын оверлоктап алатын боламыз. Бұл яғни алдыңғы бөлігі мынау ішке қарай жатып тігілуі қажет, өйткені бұл жаңағыдай несіз, астарсыз чурбан болғандықтан біз бұны оверлоктап алатын боламыз. Осылай оверлоктап алдым.
міне 1,2 сантиметр етіп өтектеп алдым. Мынау 12 сантиметрлік. Ені 2 сантиметр, ұзындығы 12 сантиметр болады. Бұны мына ішіне тігетін боламыз. Одан кейін мына алдыңғы жағында тоже оверлоктап алдым. Бұнда 1 сантиметр етіп осылайынан қайырып тігіп шығатын боламыз. Бірінші мынаны қайырып тігіп шығамын. Содан кейін мынаны 2 сантиметр етіп тігіп мына жіпті резинканы өткізетін боламын. Әуелі мына бетінен бастап бірдей болу үшін осы бетінен отырып тігетін боламын. Оң жақ бетіне яғни. Міне жалпы осылай тігіп шықтық. Прям керемет деп айтамаймын енді. Өйткені мынау материал былайынан орналасқан жоқ. Көрдіңіздер ме? Жатқан долевой нит арқылы жату керек, бірақ олай жатқан жоқ. Сондықтан қисық шықты. Мынау да дәл сондай болды. Яғни 2 сантиметр тіктім. Енді мынау резинканы өткізетін боламыз. Сразу осы жерде бекітіп аламыз. Осы арадан да бекітіп алатын боламыз. Енді осылайынан жатқызып, мына бетті оң бетке теңестіретін боламыз. Осылайынан айналдырып тігіп шығатын боламыз. Нақастар кедергі жасамау үшін алып тастаймыз. Өйткені тіккен кезде бұлар кедергі жасауы мүмкін. Осылайынан айналдырып инемен қадап алдым. Енді 1 сантиметрге айналдырып тігіп шығатын боламын. Кедергі жасайтын тастар болса алып тастаймыз.
айналдырып тігіп шықты. Енді осы бөлігін оверлоктап алатын боламыз. Мына осылай оверлоктап шықтым. Енді бұны осылайынан айналдырып, оң жағын айналдырып, мына жерден жапырақша етіп өрім жасайтын боламыз. Почти дайын болған орамалымызды енді астыңғы тігісін осылай жатқыза отырып, яғни артқы жағына қарай осындай жапырақшалар істейміз. Астыңғы тігістердің барлығы жату керек. Қалып кеткен жер болса жөндеп жібересіз. Бұлай осылай барлығын жасап шығасыздар. Орамалды құр тақпай жатқаннан осындай қазіргі хит орамалдарды, тюрбандарды тігіп алсаңыз болады мен сияқты. Зато шығынсыз үйдегі бар нәрсемен, бар орамалыңызбен жасай беретін боласыз. Міне болды. Енді біз осы жерден былайынан тігіп шығатын боламыз. Сол кезде дайын орамал киіп кете бересіз. Жалпы осылай шықты орамалымыз. Осылайынан тігіп қана қоя салдым. Негізгі мына жерге бірдеңе істеуге болатын еді. Менде барлығы жылтырақ болғасын осылай ғана қалдыра салдым. Осылай үйде келмей жатқан орамалдарыңыз болса, осындай дайын орамалдарды тігіп алсаңыздар болады. Осылайынан жөндеп қоясыздар. Міне осындай хит тюрбанды мен
өз ескі орамалдарымнан тігіп алдым. Сізге де ұнап жатса, келесі қандай орамал тігетінімді білгіңіз келсе, каналыма жазылып, тіркеліп, лайк басып қолдап отыруды ұмытпаңыздар.